Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін біздерде мынадай домашний тапочка тоқитын боламыз. Қараңдар, ошын табан, күршік, мынандай жіп алдым. Мен каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Енді алып бастайық. Осылай домашний тапочка тоқу үшін бізге алдымен белгілеп аламыз ортасын. Ал біз мына жерді алып белгіледік. Табаны көп тұрсыздар ғой, әр мынандай өздерінің жіптері болады. Сол жіпке бір жібін ішіне жаңағыдай екі петлядан алып шығамыз. Осылай. Бастау әрине қиын. Бастағаннан кейін оңай тоқылады. Ортасына екі петлядан кіргізіп тоқып шығамыз. Көрініп тұр ғой, сіздерге. Осылай жіппен бұлай айналдырып тоқып шығамыз мына жерге дейін. Міне мен соңына дейін тоқып болдым. Достар, қараңыздар. Енді мен ортасын белгілеп аламын. Былайынан белгілеп алдым ортасын. И сол ортасынан мына жерінен бір гүл, екі гүл, үш гүл былайынан түсірем ортасынан кәдімгідей. Бізде ортасы үш жер болды. Енді мына жерінен бір гүл түсірем қазір. Сосын тағы үш гүл түсіру керек бізге. Осылай. Сына кетігін тоқимыз.
bir gülümüz dayın. Endi ekінші gülді ортасынан кіргізіп тоқимыз. Дәл жаңағы гүлдің орнына екі столбик с накидом тоқимыз. Енді тағы да бір гүл тоқимыз мына жерден. Бізде 3 гүл шықты. 1, 2, 3 гүл болды, я? Енді бұны біз мына жерге, осы неге просто іліп, без накидым бұлай шығарамыз. Енді осы мына жібіміз сөкіліп кетпеу үшін біз жіппен ба, или булавкамен ба бүйтіп қыстырып, әр тоқығанымызды қыстырып отырамыз. Менде қазір мынандай жіп бар. Соны байлай тұрамын бұлай. Осылай байлаймын. Сосын мына жіпті тағы да мына бетіне аударып өтеміз. Бұлайынан өтеміз. Сосын жаңа мына жерден гүл түсірдік қой, енді мына жерден гүл түсіреміз. Алып шығамыз. Мына жібіңіз кішкене бостау болу керек бізге. Тартылып қалмау үшін. Сосын мына жіпті біз ішіне кіргізіп жіберуіміз керек. Ішіне кіргізіп тоқимыз. Шығарамыз. Енді мына гүліміз тұр ғой, енді келесіде гүлдің мына ортасынан кіргіземіз. Тағы да накид алып аламыз. Мына жерде гүл тұр, ал мына жерінен кіргізіп, тағы да гүл алып аламыз. Мына жерге келген кезде бізде мына жерде гүл тұр, и біз мына жерінен
alamız. Bir gül alamız. Qarаңыздар. Bir gülді alamız. Екінші gülді alған кезде nakitпен өткізіп шығарамыз бұлайынан. Шығарамыз. Мына жібімізді де құрчоққа іліп аламыз, қосып, яғни шығарып. Ал енді мына жерін былай кіргізіп, екеуден кіргіземіз. Бізде гүл шықты. Келесі неге кіргіземіз. Міне үш жерін үйреніп алсаңыздар, сіздерге өте оңай болады. Осы жерін үйреніп алыңыздар. Міне шығарып алдық. Енді бұны тағы да жіпке или лавкамен өзіңізге белгі болсын, шығып кетпесін. Осылай қалдырамыз. Мына жібіміз тағы мына бетіне аударып, тағы да тоқып бастаймыз. Мен жаңа мына жерден болды. Енді мына жерден жібімізді алып шығамыз. Жібімізді алып шықтық. Мына жібіміз өте бос болу керек. Мынамен бірдей болып. Накит аламыз. Тесік бұлай тоқимыз. Еще тағы да. Келесі гүлден тоқимыз. Келесіні тағы да осылай тоқисыздар. Шығарып алдық. Мына жіптегіні тағы да күршікқа іліп аламыз. Күршікқа іліп жіпті алып тастаймыз.
Сосын кезектесіп екеуден жіптерді былай шығара береміз. Осылай шықты. Келесі кезекте бізде мына жерден тағы да пушокты іліп аламыз. Шығарып алдық. Енді біз тағы да жіпке іліп аламыз. Өздеріңізге белгілеп аласыздар осылай. Келесі қатарды тағы да мына беттен бастайсыздар. Былайынан жіпті өткізіп, соңына дейін тоқимыз осылай. Қараңыздар, менде осылай болып шығып келе жатыр. Осылай тоқыдым. Енді тағы да жалғастырып тоқимыз. Накид аламыз. Мына жерге накидін тоқимыз. Екі тағы да осы жерге бірсі накидін тоқимыз. Тағы накид аламыз. Мына жерден емес, енді мына жерден. Осылай тоқып, мына жерге дейін келе бересіздер. Дәл осылай біреуден екі жағына көбейіп бара береді осылай. Бірақ сіздер мына жерді ұмытпаңыздар. Әр осы жерге келген кезде жіппен бір белгілеп отырасыздар ғой өздеріңізге. Сосын жіпті былай алып, тағы да мына бетінен бастайсыздар. Міне достар, мен соңғы қатарына келдім. Осылай тоқимыз.
дайын болды домашний.